Қазақстанның автоөндіріс саласында Қазавтопром ұйымының мәліметінше 2016 жылдың қаңтар-мамыр айында отандық автозауыттар шығарған көліктер саны 3600-ге жуықтады. Қазақстандық автоөндіріс кәсібінің нарықтық үлесі есептік кезеңде 23%-ға жетті. Ал отандық өндіріс модельдерін сату рейтингінде Lada 4x4 көлігі бірінші орында. Сондай-ақ ең көп сатылған көліктер тізімінде Шкода, Kia, Hyundai, Peugeot, Toyota, Jak, Chevrolet сынды маркалы көліктер бар. Ал 2016 жылдың алғашқы 5 айында Қазақстанда құрастырылып сұранысқа ие болған танымал автокөліктердің бестігіне Kia, Hyundai, Шкода және Peugeot маркалы көліктер кірді. Республикамызда 5 айда шығарылған автокөлік құралдарының құны 16 миллиард теңгеден асады, ал мамыр айында 5 миллиард теңгені құрайтын 1200-ге жуық автокөлік шығарылған. Сондай-ақ осы айда сәуір айымен салыстырғанда автокөлік өндірісі 2 еселеніп, 95%-ды құрады.